Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге Омега ТВ арнасы. Бүгін біз сіздермен шетелдік ғалымдардың ораза жайлы дәлелдемелерін және де оразаның адам өміріндегі оң пайдасын айтатын боламыз. Бірақ видео басталмас бұрын осы видеоға лайк басып, каналға тіркеліп қойылуыңызды сұраймын. Ол сіз үшін оңай, ал мен үшін мотивация. Олай болса, кеттік. Оразаның бірінші пайдасы. Оразаның ең басты қызметі ол адамды артық салмақтан арылуға көмектеседі. Оразаның екінші пайдасы. Америкалық ғалымдардың зерттеуі бойынша ораза адамдағы лимфоциттердің жұмысын жақсартады да, иммунитетті көтеріп, көңіл күйге тікелей әсер етеді. Яғни сіз ораза тұтып жүрген кезде көңіл күйіңіздің жақсарғанын байқайсыз. Оразаның үшінші пайдасы. Ораза бүйректе тас жиналудан қорғайды. Яғни қандағы холестерин мөлшерін азайтып, натрий мөлшерін көбейтеді. Бұның барлығы бүйректе тастың жиналуын төмендетеді. Және де ол тастардың ары қарай ыдырап, біздің организмімізден кетуіне жағдай жасайды. Оразаның төртінші пайдасы. Ораза ас қорыту жүйесінің жұмысын жақсартып, ағзадағы керек емес қалдықтардың жасушалық деңгейге дейін тазалануына көмектеседі. Әсіресе үлкен кісілерде асты сіңіру мүшелерінің жұмысын жақсартады. Оразаның алтыншы пайдасы. Ораза әйел кісілердің бала көтеруін жеңілдетеді. Және де ол ер адамдарда тестостеронның көп бөлініп, ұрық сапасының жақсы болуына жағдай жасайды. Оразаның жетінші пайдасы. Ораза адамдағы ескі жасушалардың өліп, жаңа жасушалардың пайда болуына әсер етеді. Яғни адам организмінің өзін 5-6 жасқа жас сезінуге көмектеседі. Оразаның 8-ші пайдасы. Ораза адамдағы төзімділік пен шыдамдылық қасиеттерін дамытады. Адам аш және шөлдеп жүрген кезде оның төзімділік пен шыдамдылық қасиеттері артады. Оразаның 9-ші пайдасы. Ораза адамның есте сақтау қасиетін жақсартуына байланысты қаржылай сауаттылыққа да әсер етеді. Өздеріңіз білетіндей, ораза кезінде адамдардың ақшасы және де энергиясы экономдалады. Оразаның 10-ші пайдасы. Оразаның көмегімен есте сақтау ауруларының алдын алса болады. Онымен қоймай, есте сақтауымызды жақсартуға көмектеседі. Мәскеулік профессорлардың айтуы бойынша, адамдардағы қарын ашу мен шөлдеу реакциялары адамды ақылдан адастырудан сақтайды. Мінекей достар, видеоның соңына да келіп жеттік. Видео сіздерге қызықты болды деген ойдамын. Ұнаған болса, арнаға тіркеліп, лайк басып кетулеріңізді сұраймыз.